Жан жүрегімізде ненің оты лауласа, соның жылуын таратамыз. Ренішпен өзімізге жағымды нәрсені тарата алмаймыз. Бұл өмірдің заңына қарсы. Еркектер өзін керек сезінгенде рухани өсіп күш-қуаты тасиды. Ал әйел өзіне деген шынайы қамқорлықты сезгенде шабыттанады екен. Бақытты әйел бір сәтте әлсіз болып шыға келеді. Егер жаныңыздағы әйел әлі де мықты болса, онда сіз оны бақытты қыла алмағаныңыз деген сөз. Бір түнде бүкіл өміріңді өзгерте алмайсың, бірақ бір түнде келешегіңді бір жолата өзгертетіндей ой санаңды түп тамырымен өзгертуің әбден мүмкін. Махаббат деген түнде терезеден гүл сыйлау емес. Махаббат деген өзгенің жанын лас аяқ киіммен таптамау. Ұсақ түйектерге бас қатыру үшін тым ересекпін. Бірақ оларды мүлде байқамауға менің болмысым тым нәзік. Бір сәтте бәрі оп-оңай жеңіл, артық болып кетеді деп күтпе. Қиындықсыз өмір жоқ. Дәл осы сәттен бастап бақытты болуды үйрен. Әйтпесе, үлгермей қалуың мүмкін. Қалай өмір сүргің келсе, солай өмір сүр. Бұл өзімшілдік емес. Өзімшілдік өзгелердің де сен ойлағандай жүріп тұруы керек деген сөзден туындайды. Жақсы еркектің аздығы есерлерге жабысуға себеп емес. Жас күніңде көп нәрседен бас тартып, қартайған соң дәмін татып көрермін деген үміттен өзіңді алдама. Жаныңды дір еткізіп, артынша оған түкірген адамға деген жек көрушілік өте күшті болады. Өзіңді өзгертіңіз, жек көрушіліктен аластаңыз. Бақыттың 4 құрамдас бөлшегі бар. Жақсы ата-ана, адал дос, асыл жар, дені сау ұрпақ. Әйел деген жаңғырық, оны қалай шақырсаң, солай жауап қатады. Әйелдің жалғыз қалуы қорқынышты емес. Ең қорқыныштысы екеуі бола тұра жалғыздықта қалуы. Жүрек кім болса соны таңдамайды. Ол өз жартысын сезеді. Жалғыздық әйелді бұзады. Ол барлық қиындық пен түйткілді ешкімге сенбей, өзі шешіп дағдыланады. Ең жаманы осылай істеу дұрыс деген сенімге басталады. Қоқысты тастауды ұмытпаңыздар. Шелектен, жан дүниеңізден, өміріңізден. Наконец. Жас айырмашылығы деген бір алынбас қамал сияқты. Дегенмен, сананың айырмашылығы жанында ол түк емес.